Kekillik. Үйге кетеміз ғой біздер. Оны қалай нағырамыз екен? Сен тауық жұлып тастайсың, ішін ақтарып тауық сойып жүрсің бе кәдімгі? Жоқ. Ой. Жүнін жұлып тастайсың да, сорпа қылып пісіріп алсаң дәл кетеді. Солай ма? Болды, рахмет. Көрерміз. Сиырдың мылтығына да құлайды екен ғой. Құлайды екен ғой, Дәл тигізсең құлайды ғой. Ауыр екен, тұмсығын қара, тұмсығын Не деген құс дейді? Қой жүріш бұл. Құйтыр? Кекілік. Құйтыр құйды. Балмадың болды. О, ажа ана ғой. Жүнжіліп алып бізге. Ау. Бізге сол жүнжіліп алып. Балдар подарить етті. Әдемі табиғат, мына жерде Маңғыстауда мынандай бар деп ойлаған жоқпын мен. Бір адамға сенбей жүрдік, келдік қой. Аңызақ, шөл, айдала бір деп ойлайсың ғой енді. Басқаға тесік шықпайды ма? Не бітеу? Бос басқанша. Бүйтесің. Бүйтесің. Технология. Сізге жетіп қана батыр. Соны әкел. Өге. Бос басқанша әңгіме айтып отырайық, видеоға түсіп отырайық. Қосып қойдың ба сен? Қосып қойдым, енді бәрі адамда мына Ақтауды енді ешкім білмейді ғой. Біздер білмейміз мысалға. Сосын айтса көп сене қоймаймыз. Мен жұмыс жасадым 4-5 жыл. Бұл жақта шөл дала, аңызақ. Енді мұнаяқ деген өте қиын жағдайда өмір сүріп жатыр екен деп сол кезде кеттім. Мен сол кезде андай неде болған болыптың ғой. Сондай ойлайтын едім ғой. Иә, сөйтіп ойлайтын едім осы уақытта дейін. Жаңағыдай недің кезінде болдым мен. Қуаңшылықтың кезінде болдым. Қазір мына жерлерді көріп таңғалып отырмын да. Мынандай да табиғаты бар екен-ау деп. Соны сіз қайдан білдіңіз бұрын? Қашан басталды? Қалай келдіңіз бұл жаққа? Не қызықтырды? Ең басында. Ең басында адам бір себеп болу керек қой. Әрине, себепсіз ешнәрсе болмайды. Әр нәрсенің өзінің бір бастамасы болады, әр нәрсенің бір өзінің қызығушылықты оятатын бір дүниелері болады ғой. Жалпы Маңғыстау болсын, Атырау, Ақтөбе болсын, әйтеуір қай өңірдің болса да, ол қуаңшылық па, ол жасыл желек па, табиғатты түсіне білсең, табиғатты ұға білсең, табиғатпен тілдесе білсең, әрқайсының өзінің бір жақсы жағы да болады, жағымсыз да жағы болады. Табиғат болған әрбір қол. Табиғат болғаннан кейін Жақсы жағын көре білу керек. жақсы жағын көре білу керек, жақсы жағын қабылдай білу керек, жақсы жағын түйсіне білу керек та. Анау 2013 жылы Байғанин ауданының сол тарихи ескерткіштері мен табиғи ескерткіштерін түгендейміз, картаға түсіреміз, тізімін жасаймыз, сол туралы диск шығарамыз, кітап шығарамыз деп ойдай жаңағы Руслан Қайырмұхамбетов, Ибрагим ағай бар, бәріміз ұйымдастырдық қой. Сонда алғаш рет сол 20 адам болып Байғанин ауданының әрбір мектептерден алынған осы жақсы осы бір қолынан іс келеді-ау деген, осы жазалап, осы түйсін алады деген біраз тарихшыларды жинап экспедиция ұйымдастырып. Онда енді мақсат болды алдымызға қойған. Соған енді облыстық жаңағы Атамұра табиғи осы телеарна жүргізушілері бар. Соның 2 маманын алдық. Өзіміздің Байғанин ауданының 2 жаңағы мұражай қызметкерін алдық. Сосын енді басқа да енді сол мектептердің тарихшыларын алдық. Марқұм Шәріп ағай болды, үлкеніміз Ибрагим ағай.
сосын енді мына ол кезде біз енді көп мына жаңа технологияның тілін білмейміз ғой, мына IT технологияны білмейміз. Оның ішінде жақсы маман Руслан көпшілігін түсіріп отыратын, жаңағы барлығын ретке келтіріп отыратын. Енді мен көбіне жол көрсетушімін. Біздің Байғанин ауданының территориясын түгел араладық. Енді ол жақын жердегілер ештеңе емес, біз Өзбекстанға дейін бардық. Асмантай, Матай, Сам құмы. Қарай ол. Қараңдар. Баяғы әке-шешелеріміз жүрген жерлерді қызықтыратын, сол жерлердің барлығын аралап Таныш қараңдар, Анжа алып кеттік. көрдік. Анжаға алып кеттік. Енді бұрын көрмеген әкелеріміздің айтуы бойынша жаңағы Самға қойды мынандай жермен айдайтын едік, мына жерден суаратын едік, мына жерге келгенде тоғытатын едік, мына жерге келгенде қырқатын едік, мына жерге келгенде төлдететін, мына жерге қыстататынбыз деген сол әңгімелерін, сол жерлерді көргіміз келіп, сол жерлерді көрдік. Сөйтіп, жалпы үстіртке шықтық алғаш рет. Сол үстірттің үстінде керемет нәрселер бар екенін деп көрдік қой енді. Ойбай, мына үстіртте. Жаңағы өзің секілді баяғыда ойлаймыз, ол жақтың бәрібір жатқан елсіз, шөл, дала бір байқаңдар. секілді. Ағай алып кеттік шәлде. Сондай. Аяғын асты бар. Сосын енді ол жақтың да ойбай, ана шыңдары, құздары, керемет тастары, таулары, бұлақтары, баяғы шыңырау құдықтары, артизандың айналасындағы аң құстары, барлығы ерекшелігімен тартты да. Сосын кеңейте беру керек болды да. Интересно, ананы көру керек енді. Енді ол біздің үстіртке шығып, Самның құмына барсақ, кеңейту үшін істеу керек, ары қарай Маңғыстауға шығып кету. Сөйтіп Маңғыстаудың территориясын көре бастадық. Одан кейін әлеуметтік желі дамыды. Әлеуметтік желіден енді Маңғыстаудың енді 362 әулиесі өз алдына енді Бекет атаға, Шопан атаға келіп зиярат етпеген қазақ болмайды, менің түсінігім бойынша. Оған деген біздің ең мықты президенттеріміз болсын, анау премьер-министрлеріміз болсын, солардың өзі келіп арнайы зиярат қылып сөйтіп нетеді. Еңбегін бағалау ғой енді. Иә. Сол секілді сол енді Бекет атаға келгеннен кейін оның қасында Бозжыра бар. Шопан атаға келгеннен кейін оның айналасында Шопан атаның тұзы, Шопан атаның құмы деген сияқты, анау Сенек ауылының Барқан құмы. Енді одан кейін мына жақтағы Қараман әулиенің жер асты мешіті, ол бір бөлек тарих. Оның қасындағы Ыбықтысай. Одан кейін енді Адай ата бар. Адай атаның қасындағы Шетпенің қасындағы Жармыштың қасындағы мына біз отырған табиғат. Оның бәрі енді жолдың бойы. Содан кейін мынандай табиғат бар деп естисің, содан кейін соған келесің. Сол өзім көріп алғаннан кейін, осыны неге ауылдың азаматтарына, біздің кәсіподақтың мүшелеріне, өзіміздің осылай құрдастарымызға, бала-шағамызға неге насихаттамасқа, неге солар көрмеске деп. Содан кейін жаңағы үнемі айтып отырамын Әбіш Кекілбаев ағамыздың сөзін. Көзің барда Маңғыстауды көріп қал деген. Неге өйдеп айтқан ол? Ол ұлы адам ғой. Неге айтты? Не ерекшелігі бар соншама? Ешкім көзің барда Ақтөбені көріп қал, Атырауды көріп қал деп айтпайды ғой. Маңғыстауды көріп қал дейді. Демек, значит, Маңғыстаудың бір ерекшелігі бар ғой деген сияқты сондай нәрселерден адамға ой туады. Сосын келіп көресің, көргеннен кейін жалпы енді мынандай табиғатты мен былай айтып жүрмін, иә? Көп адамның айтқанына әсерленбейді. Сосын сене де бермейді. Енді өзі қарап жүргесін, өзі қызығып жүргесін әйтеуір айта береді ғой. Апарғысы келеді ғой толтырып. Иә, сондай ойда болады. Өзі ертіп кеткісі келіп жүр ғой деп. Сосын енді көп адамдар мына даланы емес, тау-тасты емес, көп адамдар қаланы қызық көреді. Ойбай, жаңа сол ең күшті қалаларға барсам, ең жасыл желекке барсам, ну орманға, сол жерге барсам деген сияқты адамдарда сол керемет, ал мына дала деген оларға табиғат болып саналмайды кейбір адамдар. Осы жерде айтып кетейінші, менің де сондай ойым болды. Мен былай шықсам, қыдырсам деп ойладым да, бірақ маған андай табиғат емес. Табиғат болса жасыл желек, осындай ағып жатқан сарқырама бірдеңе болу керек. Болмаса андай үлкен қалаларда зәулім үйлер, ғимараттар, технология, гостиница мықты жағдай жасалған, сол жаққа барам деп мен сөйтіп ойлап жүрдім. Содан кейін қазір мына жерге келіп, мынаны көргеннен кейін өмірімде бірінші көріп тұрмын мынандай табиғатты. Сол кезде мен сезініп тұрмын да, мәссаған, мынау
бөлек атмосфера береді екен ғой адамға өзінен өзі сен ойламаған нәрсені табиғатта соны осы ой түсініп отырмын. мына ертең амандық болып алла қаласа Бақтысайға, Бозжыраға, басқа да тарихи табиғи кереметшілігі барамыз ғой. Сонда көресіңдер. Шетелдіктер өте көп жүр ол жерлерде. Велосипедпен жүргені бар, жаяу жүргені бар, машиналармен, көлікпен жүргені бар, турмен жүргендері бар. Өте көп енді. Енді бұлай қарағанда ол шетелдіктердің бәрі ақымақтықтан жүрген жоқ қой. Көрдіңіз ба, осындай табиғатты тамашалау үшін, демалу үшін келіп жүр. Енді біздің қазақтың енді нелері қазір енді біздерде көбіне жағымсыз бір әдеттер бар енді. Тойды жақсы көреміз. Бірақ енді бір өте бір жалпы тойшыл халық болып кеттік та. Той жасап жатырмыз, құрылыс салып жатырмыз, той жасап жатырмыз, құрылыс салып жатырмыз. Қолымыз тимейді, өзіміз қарауға, демалуға. Жақсы енді жас кезде бәрін істеуге болатын шығар. Енді біздің қатарларымыз зейнеткерлікке шыққаннан кейін өзіне өзі қарау керек. Өзіне өзі осындай демалысты сыйлау керек. Ол ұзақ өмір сүру деген бар ғой. Қазір енді үкімет қолға алып жатыр ғой. Ұзақ өмір сүру деген не? Ұзақ өмір сүру деген адамның өзінің көңіл күйін көтеру. Ал көңіл күйі деген адамның көңіл күйі қандай да көтеріледі. Осындай табиғатқа шығып, өзінің қатар құрбысымен ел көріп, жер көріп, ел аралап, сөйтіп жүрсе көтеріледі. Осының бәрі соған неге енді айтып жатырмын, шама келсе құрдастарымды, нелерімді әкелгім келіп, осылардың бастамасы міне бөгеңді кішкене қолың тиеді ғой, сен жүрсейші, көріп қайтсайшы, сосын сен де айтасың ғой деген секілді. Мен енді өзімнің ана жақын деген құрдастарымның бәріне айтып жүрмін. Мен апарайын, жүріңдер, көріңдер деп. Енді жаңағы айтқан көзімен көрмегеннен кейін кейбіреулер әлі сенімсіздік ой жақта не бар дейсің деген сияқты сондай оймен жүргендер де бар әлі. Бірақ енді көзімен көрсе тек сразу өзгереді ғой пікір адам. Бірден өзгеріп кетеді. Өйткені бұндай табиғатты ол ауылда жүргенде көрген жоқ. Бұл енді біздің жүрісіміздің бастамасы ғой. Мынақты қарашы, мынау ана түсірілімді мына жаққа қойса жынды болайын деп тұрған, Мана көрдік, ең бірінші жаңағы ескі бейнеудегі нені көрдік, Бекет атаның мешітін. Бұл да бір сондай қызығушылықты оятатын, о заманда да жаңағыдай қаншама еңбек болған, қаншама ұмтылыс болған, қаншама ана қоғамды өзгертуге, жаңағыдай рухани оятуға ол кісілер енді талпынған кәдімгідей полный еңбегін соған сарп еткен адамдар. Рахмет. Бірақ натуральный емес сіздердікіндей. Болды, рахмет. Кішкене етті. Рахмет. Ол да қызық. Одан кейін жаңағы не жақсы болды, ана бүйтіп түстік қой таудан. Манағы адам ата. Иә. Не дейтін еді ол жерде? Маната. Маната деген адам ата деген екен ғой. Ман деген уже адамның мағынасында. Иә, ман деген сол адам деген білдіреді. Сол жерді көрдік. Одан кейін мана ана жердегі жаңағы халықтың көп барған жері. Иә, Сарқырауық деген. Иә, ол жердің де табиғаты әдемі, енді сөйтіп таңғалып, жайлап күрделеніп келатыр да. Енді мынаған келгенде вообще таңғалдық. Ойбай, мынау не деген сондық деп. Бұдан да зор жерлер бар. Одан кейін жайлап күшейе беретін шығар енді. Жалпы енді әр жердің өзінің ерекшелігі бар. Каспийдің бойында отырып Каспийдің жаңағы йотымен тыныс алып, Каспийдің толқынының жағасында көшеде осылай шай ішіп отырған ол да бір бөлек нәрсе. Жалпы енді жаңағы әңгіменің жалғасы ғой. Содан кейін мен өзім жаңағыдай ойланып неткеннен кейін енді өздерің аңғарып отқан шығарсыңдар, осыған икемделіп көлігімді солай ыңғайластырып, жолға жүре алатын көлік, мына жаңағы палатка сияқты, дрон сияқты, анау керек болады деген рация, сосын мына жердегі мына газ баллон, плита, қазан, ошақ бәрін жолға сәйкестендіріп, міне өздерің көресіңдер. Қазір жарықтандыратын менің светімнің барлық түрі бар. Бинокль керек па, не керек? Бүткілін жолға ошым не қажет дайындадым да.
біреу ал кеттік барып қайтайық деген уақытта анадан ананы сұрап мынадан мынаны сұрап сен оны жинақтай алмайсың. Бәрі менде тұр. Ал кеттік деген уақытта салып аламын да шыға беремін. Сондай дайындықпен өзіне жасап қойдым. Өткен жылы енді мына осы ауылдан өзіміздің әріптес болған неткен әкімшілікте бірге қызмет жасаған, білім саласында бірге қызмет жасаған біраз өзімнен үлкен ардагер ағаларымыз бар, зейнеткерлікке шығып кеткен. Ибрагим ағай, ана жаңағы Ертай ағай, Сүймен болды, енді біраз үшін Құрманғали ағай. Соларға да бір айттым бір күні. Мен сіздерге демалдырып берейін. Сендерден ештеңенің керегі жоқ. Барлық құрал өзімде бар. Енді өзім барып жүрген жерлерімді сендер де көріңдер деп. Содан олар да жақсы деп біреу ұйымдастырып беріп жатса, енді бөтен емес қой. Барайық деп. Барайық, онда жақсы деп. Сонымен ана Ахмет деген жігіт молодец, азамат жігіт қой, ана директор жігіт бірге қызмет жасап өзін айтқанымды тыңдап екі көлікпен шығып кеттік. Осы жерлердің бәрін көрсетіп апарып Каспийдің жағалауында палатканы құрып, осы палатканың ішінде балық жеп Тимур бар, бәрін істейді ғой. Сосын ал енді ағалар енді қалай енді мына ризасыңдар ма дегенде Құрманғали деген ағамыз жаңағы ардагерлер ұйымының жетекшісі ғой. Сонда енді өмір бойы үкіметке қызмет жасадық. Жасымыз 70-тен кетті. Бірақ ешкімнен мынандай құрметті мен көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Саған рахмет деп көзінен жасалған. Таң қалып тұр. Өйткені мен мынандай жер бар деп, мынандай жаңа сен айтқандай, мен мынандай не бар деп, міне жасым 70-тен кетті ғой. Мен мынандай көрген жоқпын, мынандай деп ойлаған да жоқпын деп. Рахмет айтып кәдімгі алғыстарым жаудырды. Айтуының бәрі өте орынды. Енді мақтану үшін айтқан жоқпын, бірақ жоқ, бәрімізге де сондай түйісіп кеткенсің ғой. Иә. Бізде де көрген жоқпыз сол мысалы үшін, мен де жүрмін мысалы үшін. Сен айтасың, тыңдаймыз, бірақ мән бермейміз біздер. Мынандай табиғат бар деп кетіп отқан жоқпын ғой. Мына біздің бір жағынан түсіріп жатқанымыздың бір несі қоғамға пайдалы болуы мүмкін да, өйткені полный Қазақстан енді қазір осы әсіресе осы Маңғыстауды туризмді дамыту жөнінде кәдімгідей қолға алып жатыр ғой, жан-жақтан. Иә. Соған сол мына табиғатты кәдімгідей енді шығуға мүмкіншілігі жоқ адамдар жеткілікті ғой қазір. Ол тимейді, анау мынау жаңағыдай. Иә. Сосын жоспарламайды оны, жоспарына қоймайды. Жаңағыдай үй салады, той тойлайды деген сияқты. Сол ғой сол. Иә. Соны көрсету мақсатында да бұл үлкен пайдасы тиюі мүмкін бұл видеоның да. Өткенде мен сен еткеннен кейін ойландым ғой. Ойланып. Екі ойлы болып жүрсің ғой. Иә. Жаңа қарындасым бар екен үйінде. Теңеліп мақсат деймін. Соған айтсам айтады, құрсын жүресің ба ол барып қайтшы деп одасын деп жатыр. Онда жақсы екен, не бар демей. Жоқ, онда үйде айтып жатқан жоқ. Не бар? Сол қара кейбіреулер ана естеймін бір-біріне жаңағы ой тұқымы құрсын. Иә. Шаң болып, боқ болып сол жақта жүресің. Ондайлар да бар. Ту тоняққа барып алып қалсаң қайтесің. Иә. Алып қалсаң сөйтесің. Иә, ондайлар да бар. Ондайлар да болады екен. Өтесің деп Ойда рахмет.